Құрметті қыздар, құрметті жігіттер, менің болашақ партнерларым. Шындап келгенде менің командам емес, менің бизнес партнерларым деп айтқым келіп тұр. Не үшін? Себебі мен қазір сондай, Аллама миллион шүкір, сондай жоғары деңгейдемін. Лишь бы бір адамды жазу, бір адамды командама алып келу деген менде міндет жоқ, ниет те жоқ, желанием де жоқ, шынды айтсам. Мен қазір өте серьезный, өмірді түсінетін, өмірде қалай айтсам екен, өзіне деген сый құрметі бар, действительно үлкен ақша тапқым келеді деп бір өмірге серьезно қарайтын, сондай бір бизнесовый мышлениясы бар, сондай бір серьезный, осознанный, саналы партнерлар іздеп жүрмін. Сондықтан мен қазір бизнесті анау мынау деп плюстары өте көп, ол плюстарын қазір бұдан кейін айтамын, бірақ ең бірінші қазір ақша жағын айтып кеткім келіп тұр. Честно айтсам, мен қайда жүрсем де ең бірінші ақшаға қараймын. Бұл деген сөз ақша үшін өліп қалу деген сөз емес, но бұл деген сөз адам өзінің құндылығын білу деген сөз. Қайда? 15 жыл мектепте жұмыс істедім ба? Мен директордан көп айлық алатынмын. 9 жыл бизнес істедім ба? Бәрінен көп доход алатын бизнесмен болдым. Міне қазір психологпын ба? Действительно өте мықты психологпын. Тек қана психологияны ғана меңгерген емес, шынайы Құдай жолын меңгерген крутой психологпын. Мен оған уверен айта аламын да. Қазір психолог болып жүріп те, мен психологтардың ішінде өте жақсы ақша аламын. 3-4 күнде жақсылап істесем, 1,5 миллион, 1 миллион 200, 1,5 миллион табам. Бірақ активно бір ай істеп көрген жоқпын. Жалпы бір айда былай тиіп қашып жүргенде 3-4 миллион табам. Дегенмен де бір ай бойы активно жұмыс істесем 10 миллионға дейін табатыныма көзім жетеді. Бірақ физически шаршаймын, морально шаршаймын. Адамдардың негативін естіп, адамдармен жұмыс істеу оңай нәрсе емес негізі. Әрқайсымен жеке әртүрлі. Но сонда да болса, негізі 3-4 миллион жаман емес. Тем более инвестициям бар да. Ол жаман ақша емес, бірақ менің арманым, менің мақсатым прямо дәптерді ашып жазғам. Көрсет десеңіздер, көрсетемін қазір қай жерге жазған едім. Запросымды жазғам. О Алла, крупный ақша қалаймын, хотя бы айына 10 миллион тапсам, бірақ қатты жұмыс істеместен деп жазғам. Оны жазғанда мен точно уверенно жаздым. Не үшін? Себебі мен Құдайдың құдіретінің шексіз екенін білем. Біз адамның рөліне түсіп, өзімізді шектеп қоюымыз мүмкін, бірақ Құдайды шектеу мүмкін емес. Ақшаның өзі келеді деп жазып қойыппын. Балам миллиардер деп жазып қойыппын. Біз ол парақты айтпақшы жыртып алып, корзинкаға тастадық. Запростарың қандай, сол запростарыңды жазыңдар деді. И бір ойын ойнатты. Сол ойында мында қолдарымыз жара болды. Ол жерде мақсатың үшін күрес деген идея болды. Жақында өзіміздің бизнес ортамызда сондай бір тренинг болды. Бірақ сіздер білесіздер, мен күресуге 1,000,000% қарсы адаммын. Менің запросым аптасына хотя бы 10 миллион табу, бірақ оңай табу болды. И адамға салатын болсаң, ол мүмкін емес. Қалай, ол қалай деп мүмкін емес та, бірақ Аллаға мүмкін бұл. Поэтому мен Алланың шынайы Құдайдың жолын танығандықтан, мен уверена ондай запрос жаздым. Аптасына 10 миллион, бірақ қатты жұмыс істеместен деп. Құдай Алла осы бизнесті маған көрсетті. Қалай келіп қалдым, не істеп келіп қалдым, оны көп айтпай қойын, уақыт сағаты келсе айтармын. Конкретно ақша туралы сөйлегім келіп тұр бүгін. Мен шақырған адам бұрынғы бизнесте бірге істегенбіз, бірақ менің статусым әлдеқайда жоғары болғам. Ол адамды мен шынын айтқанда менсінбестен бармай жүргем, бірақ біреу арқылы мені встречаға шақырып, и барған кезде мен сразу ақшаңды көрсетші дедім. Ақшаң нормальный ма, мен көрем дедім. Ақшаң қазір нормальный болмаса, мен тұрам да кетем дегем. Ақшасын көрсетті. Шок болдым ана жерде шоковый состояниеде болдым. Әр күні доход түсіп тұр ғой. Каждый күні доход түсіп тұр. 1,5 ай істеп жатқан адамда каждый күні доход бар. Шок болдым. Все, давайте көрсетіңдер дедім. Потому что мен бла-бланың адам емеспін да. Мен бір ақымақ адам емеспін. Маған сый құрмет, құндылық, ондайлар керек емес. Мен барлығы ішімде баршы, но маған ақша керек. Понимаете? Поэтому қазір мен сіздерге түсіндірейін деп жатқаным 11 түрлі доходтың түрі. Біріншісі, өзіңе келген партнердан 6,000 аласың. Екінші партнердан тағы да 6,000 аласың. Екеуін салыстырғанда тағы да 12 аласың. Яғни 6,000, 12 аласың. Бірінші партнер 38,400 аласың. Екінші доходтың түрі бинарный бонус деп аталады екен. Астыңдағы адамдарға, то есть келген адамыңды 2 веткамен жұмыс істейміз. 2 веткамен ғана жұмыс істейміз. Келген адамды шақырған 2 адамыңның астына жазасың да, соларға астына жазасың. Сонда сен
тағы да шақырған адамдарыңды бірінші шақырған адамдарың астына жазасың да, одан сенің шақырған адамың да пайда көреді, сен де көресің. Негізі бұл жерге келгендегі менің несколько причинасының біріншісі маркетинг план ұнады, қатты ақша ұнады, біріншіден. Екіншіден күнде төлейтіні ұнады. Үшіншіден товардың бағасы ұнады. Бір сетевойдың товары жаман емес, бірақ мына сетевойдың бағасы ұнады маған. Любой сетевой компанияның товары жақсы, сауатты болсаңыздар түсінесіздер не үшін екенін, потому что подделка жоқ, сразу заводтан келіп түседі бізге. Поэтому бірақ качествосында разница жоқ, бірақ бағасында разницасы болады да. Ал бұрынғы істеген компанияларда тек қана БАДы сатады, и олар қымбат болатын да. И даже ол бизнесті бастаған адамдар БАДы керек болмаса да, енді пәленбай ақшаға БАДыды үйіп төгіп аласын, оны ішіп те үлгермейсің, например, да, срогына дейін даже. Бірақ адамдар, біз лично өзіміз соны бизнес үшін ғана сатып алатынбыз. Ол товарды лақтап тастасаң да болады, мысалы да, біреуге бере саласың, сатамайсың да, өте қымбат та. Ал мына жерде кәдімгі қарапайым адамдарға доступный да, негізі магазиндерден арзан да, солға маған қатты ұнады. Сіздерге скидка бағамен арзан болады да, вообще. Енді менің сөзім жоқ. Мысалы, мен всегда сетевой компанияның товарымен пайдаланамын. Бұрынғы бұлар жаңағы зубный паста қанша дегенім 1200 деді. Интересно, мен бағасын есімде сақтамай еткем. Қазіргі компаниядан алып жүрген зубный пастам қанша екен деп ашып қарасам, жақында ғана заказ берген 3500 екен. Бұларда 1200, разницасы үлкен, иә. Айтып отырмын ғой, мен постоянно сетевой компанияның товарын пайдаланамын, потому что ол жерде качествоны мен точно білемін. Дальше товардың көптігі ұнады маған. Енді мен шокпын. Кроссовка да бар, чемодан да бар, памперс да бар, прокладка да бар, шампунның түр-түрі бар, бальзамның түр-түрі бар, маска бар, гель для душа бар, порошоктар бар, жаңағы кірлерге әртүрлі иіс шығаратындар бар, сабын бар. Енді мен сөзім жоқ, қыздар. Кәдімгі магазинде не бар? Бәрі бар ғой, тамақтан басқашы. Енді туалетный бумагаға дейін бар ғой. Менің вообще товардың соншалықты күнделікті тұрмыста пайдаланатын заттар екенін көргенде вообще шок болдым. Енді білмеймін, қыздар, настолько умный адам ойлап тапқанда. Одан кейін маған ұнағаны, астыңдағы келген адамдарға бір веткасына көмектесесің. Яғни көмектеспе, сен өзің үшін істегенің оларға пайдалы. То есть сен 2-ақ веткамен жұмыс істейміз, бір адам жазсын, 2 адам жазсын, 3-ші, 4-ші, 10-шысын қайда жазасың? Осылардың асты жағына жазасың, осылардың астына кетеді, и одан, ол адамнан сен де пайда көресің, ол да пайда көреді. То есть астыңдағы адамдарға көмектесесің. Осы маған өте қатты ұнады. Бұрынғы бизнесте мен ғана ақша табатында, қалғандары копейка табатын, даже менің үлкен лидерлерім. Соған менің жаным ауыратын. Уже ақырғы жылдары уже жүре алмай қалдым. Олар мені жақсы көргеннен, сенгеннен 5-6 жылдап артымдан жүрді. Ал бірақ мен де олардың маған ұқсап ақша тапқанын қалаймын. Бірақ төбесіндегі адам ғана ақша табады, астындағылар таппайды. Сол үшін жаман қиналдым. Бұл жерде мені қатты прицепить еткені, астыңдағы адамдарға жазасың да. То есть 2 ветка, дальше 3-ші, 4-ші былайынан жаза бермейсің да, астыңдағы адамдардың астына жазасың. Сол кезде ол саған да пайдалы, оған да пайдалы да. Тағы бір қатты ұнаған, пока есімде кезде айтып алайыншы. Даже бірақ веткаң жұмыс істегеннің өзінде 12 миллион алып отқан адамды көрсетті. Бірақ веткасы істегеннің өзінде. Ал сен істейсің бе, істемейсің бе, мен білмеймін. Бірақ мен не хочу, по-любому 2 ветканы да істетем. Ал сен қайсы, или біреуінде, или екіншісіндесің ғой, по-любому бір ветка, сен тұрған ветка өседі. Сонда сен даже бір қандай да бір жағдаймен істемей қалсаң да, бір веткадан пассивный доходқа түсіп отырасың болашақта. Вообще мен шокпын просто. Дальше уровневый доход деген бар. Енді бұл жаңа бірінші адамдарын жаздың, одан кейін екінші адамдарын жазасың ғой. Мынау адам өз бетімен істеп жатыр, онымен ісің жоқ. Бірақ өзіңнің екінші уровеньдегі адам, олардан тағы аласың. 3-ші доходтың түрі ма? 4-ші доходтың түрі, астыңдағы адамдар барып, енді Магнумге барып, Магнумге жем болмастан өзіміздің магазиндеріміз бар, қырылған магазиндеріміз бар. Сол магазиннен аласыз, кәдімгі зубный паста ма, зубный щетка ма, туалетный бумага ма, барлығын өзіміздің магазиннен аласыз. И сол заттарды өзіңіз үшін сатып аласыз ғой, уже сіз ақымақ емессіз ғой. Өзіңізге пайдалы әрі магазиннен сатып аласыз, әрі одан айлық аласыз да. И структураңызда, командаңызда барлық адамның сондай өзіне керек затынан сатып алған товарынан, затынан 0,5%, 0,5% айлық аласыз. То есть мен сөзім жоқ, қыздар. Даже бір веткадан да аласыз. Даже бір веткадан да. 5-ші, енді қараңыз, енді бұны былайынан түсіндіру қиын болады да. Сіз енді 4-ші жаңағы айтып жатқаным, сіз астыңызға адамдарыңызға да жазып тастадыңыз ғой, олар да алады, сіз де аласыз. Бұл 4-ші. Ал енді сол жазып тастаған адамдарыңыз өзіңіздің прямойыңыз болып саналады да, бірақ адамдарыңыздың астына жазып бересіз. И даже сол прямойлардан отдельно аласыз. Жаңа полностью структурадан алсаңыз, енді прямойлардан отдельно 4% аласыз.
4%. 5-ші глубинаға дейін 4%, 6-ші глубинада 3%. Менің сөзім жоқ, қыздар. Менің сөзім жоқ. Білмеймін. 6-шы, өзіңнің сатып алған товарыңнан, өзімізге де аламыз ғой. Өзіңнің сатып алған товарыңнан өзіңе керек, үйге керек заттарды аласың ғой, памперс аламын ертең мен немереме да. Солардан 10% қайтадан өзіңе доход аласың. 7-ші, статус дейді. Карьерный рост бар, статусты жапқан сайын ақша беріледі. Бір жолы подарка береді, премия береді. Например, менеджер дегенді жабатын болса, $1000 береді. Дальше, менеджерде пенсия бар уже. Мен өз көзіммен, менен де қарапайым адамдардың пенсия алғанын, түскенін көзіммен көрдім. Пенсия $300-500. Мына доходтардың бәрі бөлек-бөлек доходтар, қыздар. Бәрі бір доход емес, бөлек-бөлек доходтар. 7-шісі осы пенсия и премия. Еще екеуін бір доход деп көрсетіп отыр. На самом деле менеджерде пенсия бар и премия бар. $1000, 460 000 теңге. Я в шоке просто. Дальше, старший менеджерде $2000 екен. Премия. Пенсия $600 000 екен. 600 и $1000 арасында. И самое ұнағаны, бұрын біздің істеген компанияда, біз енді новичок болып келдік қой, бізге пенсия $5000, $3000, $5000, $2000 деп көрсететін да. И біз соған сеніп келдік та, например, и бірақ ешқандай осындай пенсия алатын адам бізге көрсетпейтін да, вообще көрсетпейтін. Бізді баламыз ғой, бизнесте баламыз сұрамайтынбыз да. Ешнәрсе білмейміз ғой, просто адамға сеніп келеміз ғой. Бірақ өзіміз сол пенсияның статусына жеткенде, олар айтқан ақша емес, одан аз ақша алғанымызда кәдімгідей көңілің қалады да, неге алдайды деп ше. Мен Қазақстанда контракт түсіп, Қырғызстанда жұмыс істегендіктен, өзім бірінші статусты, пенсия алатын статусты жапқан кезде, менің пенсиям, олар айтқандай $1500, $250 емес, $200-300 болғанда мен қатты көңілім қалған. И сол кезден бастап мен пенсияны Қырғызстанда шын жаза бастағанмын. Мен Қазақстандағыдай бізге үйреткендей өтірік жазбаймын деп шын жазғам. Потому что әрбір тиынды адал табу керек, понимаете? Ал мына жерде адамдар пенсиясын ашық көрсетеді сіздерге. Любой айтып сұраңыздар, көрсетеді. Я просто в шоке. Короче, $600 пен $1000 деген ол товар оборотыңызға байланысты, яғни $600 мен $1000 арасында пенсия аласыз. Ай сайын өз көздеріңізбен көрсетіп бере алады. Бірақ бұл пенсионерлер ең күлкім келетін 2 ай істеген адамдар уже пенсияда, қыздар. Я не знаю. Мені Алланы жақсы көретін білетінем, бірақ мұншалықты мен жақсы көреді деп ойламаппын. Мен просто в шокемін. Дальше, әр статуста кете бересің. $3000 пенсия бар, одан кейін $3000 подарок екен, премия, пенсия $1500 көз алдымда алды пенсияны адам. Мен анау-мынау лох адам емеспін. Мен баяғыда біз даже сұрауды білмеппіз да, ал мына жерде көрсетіп жатыр да, мынау бүгін пенсиям түсті деп же. Ё-моё, блин, прозрачно да, вообще, как деймін да, прозрачно көрсетіп тұр да саған, менің сөзім жоқ, қыздар. Короче, бір аптада, мен енді бірінші күні алдым ба, бірінші күні любой адам ала алады, бірақ бір аптада точно әжептәуір уже азды көпті пассивный доходқа шығып қаласыздар. Потому что мынандай проект көрген адам үйінде көтін қасып жатпайды, не за что. Дальше енді әр статус көтерілген сайын пенсия мен премиялар көтеріле береді. Оларды слишком түсіндірмей-ақ қояйын. Оған жетеміз құдай қаласа. Жақындаған сайын изучать ете береміз. Пока бірінші пенсия, екінші пенсияға дейін біліп алайық, ар жағына жетеміз. Бірінші пенсия $300 мен $500 арасы екен, екінші пенсия $2000 жоқ, 600 пен 1000 арасы екен. Енді қараңыздар. Бірінші пенсияға шыққан адам 2 ай. То есть біздің танысымыздың арасында подружкамның күйеуі шыққанда 2 ай істеп $300, $500 пенсияға шығып отыр. Я в шоке. И $1000, 460 000 теңге премия алды. 2 айда пенсионер болып отыр. Мен 2 жыл бұрынғы бизнесте ақша таппағам. Оны мен ешкімнен ешқашан жасырмағам. Ол жерде айтатын 2 жыл. Бізге ол жерде өте қиында маркетинг планшы. Қиналып жетеді. Ол жерде бара салып ақша тапқан адам жоқ вообще, почти. Поэтому 2 айда пенсионер болу деген, я не знаю. Құдай бұйыртса, 1 айда пенсионер боламын-ау деп отырмын мен. 1 айда. Құдайдың бұйыртқан. 2 айда берсе де ризамын, қыздар. Дальше, енді шокпын, қыздар. Я вообще, дальше мынау статустардың пенсияларын, премияларын айтпай қойыншы, оны көре жатасыздар. Или айтып кетейін ба, все-таки хорошо, айтып кетейінші. Старший менеджерді айттым. Одан кейін директор $3000 2 жылда. 2 жылда жеткен. $3000, пенсиясы $1500 директорды. Одан кейінгі старший директордікі
Так, старший директордікі жоқ, осы директорге дейін жетіп алыңдаршы, одан кейін дальше түсіндірем деді. Бізді қазір менімен өзімнің подружкам кіргізе алмады ғой, мен өзімнің подружкамды тыңдамадым ғой, маған мен кімнің сөзіне сеніп келдім? Директордың сөзіне сеніп келдім. Ол директор қазір $3000 $3000 премия алды, $1500 пенсиясы бар, доходы 10 миллион теңге айына. Конечно, мен үшін шамалы аздау ол, бірақ Аллам берем десе шектемейміз. Бірақ 10 миллион мен үшін аз, қыздар. Бірақ давайте вперед, әркім өзінің несібесін алсын, хорошо? Бірақ 10 миллион жаман емес, қыздар, честно айтыңыздар. Вообще адам жазбайды қазір, вообще жұмыс істемейді, бірақ 10 миллион теңге. 8-ші доходтың түрі лидерский бонус дейді, чек от чека дейді. Яғни сіздер әрбір шақырған адамдарыңыздың айлығынан, доходынан тағы да процент аласыздар. Бұл жерде 2%, 2%, 1%, 1%, 1%. То есть менің сөзім жоқ, қыздар. Менің просто сөзім жоқ. Бұл 8-ші доходтың түрі. Яғни адамдарыңыздың доходынан тағы да доход аласыздар. 2-1-1-1% глубинасымен. 9-ші доходтың түрі директор автобонус. Жаңа директорымыз автобонус 100 000 или 250 000 теңге. Автобонусқа ай сайын директор болғаннан кейін автобонусқа машина алып ал деп ай сайын 100 000 мен 250 000 арасында беріп тұрады екен. Мен жаңағы директордың автобонусын, жилищный бонусын көрдім. Автобонусқа 100-250 000 арасында береді екен. Екіншісі жилищный бонус деп үй алып ал деп 100 000, 250 000 беріп тұрады екен. Ай сайын. Шынымды айтсам, сөзім жоқ вообще. 10-шы доход благосостояние дейді. Яғни бұл компания біздің мемлекетте ғана жұмыс істемейді ғой. 27 ма 28 жыл істейді екен. Мировой рынокта, международный барлық әлемдерде бірнеше мемлекеттерде жұмыс істейді екен. Сол бүкіл товарообороттан директорден кейінгі статустар между собой бір-бірі арқылы бөлісіп алады екен. Бұрынғы істеген компаниямда бұндай статусқа 15 жыл, 12 жылда жететін адамдар. Мына біздің Қазақстанда 2 жыл ма, 3 жыл ма бопты енді істеп жатқанына. И то 7 адам уже осы ең жоғарғы статуста отыр уже. Потому что өте оңай. Мына 2 веткаға жаздың ба болды. Осы 2 ветканың барлығы саған саналады болды. Условие 2 ветка. Басқа компания сияқты 10 ветка, анау ветка емес. Енді менің сөзім жоқ просто. 11-ші купоны деген бар екен, оны енді түсіндірмей ақ қойын. Оның да пайдасы көп екен, бірақ бұл жерде түсіндірудің керегі жоқ. Қалай айтсам екен, купон арқылы өзіңе керек товарларды алсаң болады, бірақ оны дальше түсіндіреміз. Міне осындай доход түрлері бар. Мен, қыздар, шоктамын. Шынымды айтсам, психологиядан қаншама адам очередьте консультацияда тұр, бірақ бүгін жан таласып біреуге кеше сөз беріп қойғам, адамдарым келіп жатыр, адамдармен жұмыс істеп жатырмын, и мына жақта консультацияның уақыты келіп қалып, сонымен жан таласып сол жердегі бір кафеге барып консультация өткіздім. Не үшін? Бірақ зорға отырдым ана жерде, уже консультацияны өткізгім келмейді. Конечно, психологиямен заниматься етемін, бірақ психологияны енді қымбаттатып тастаймын да, консультацияны 50 000 деп, курсты тағы қымбаттатам, лично работаны вообще қымбаттатам. Сөйтемін да, ол жерде 5-6 адаммен ғана жұмыс істеп отырамын. В основном мен бар күшімді осы бизнеске салайын деп жатырмын. Себебі менің ауыр жұмыс істегім келмейді. Даже психолог вроде ауыр жұмыс емес сияқты, но қыздар, поверьте мне, қатты шаршап қаласың. Кәдімгідей адамдар энергетикаңды жеп қояды, проблемасын айтып отырғанда, понимаете? Поэтому, тем более мен егер честно істемейтін адам болсам, қатты шаршамауым мүмкін еді. Өздеріңіз менімен істестіңіздер, білесіздер, жыбырлап қалған адаммын. Осы келген клиенттерімде результат болса екен деп жан таласып қалған адаммын, білесіздер. 3-4-ке дейін жұмыс істеймін, кейбіреулеріңізбен білесіздер да, практикаларыңызда болды. Так что психология маған ауырлау, чем мына бизнеске қарағанда. Поэтому в основном 80% көңілімді осы бизнеске бұрамын қазір, 20% ғана психология ауырамын. Бірақ психологияны өте қымбаттатып қоямын. Бірақ қазір тағы бір доходтың түрі мені сетевой компаниядағы адамдар өзінің командасымен жұмыс істеуге, обучениеға, тренингке шақырып жатыр. Бұл да доходтың бір түрі. Бір күнде барып, енді қазір пока 500 000-ға, бір күнге, или миллионға істеймін қазір да. Но тағы да бір шамалы уақытта уже 1 жыл деп айтпаймын, жарты жыл деп айтпаймын, 1-2 айда уже сетевой бизнеспен заниматься ететін адамдардың командасын күшейту үшін тренингтерге барамын. Потому что шақырулар түсіп жатыр. Уже бір күнде барып 5 миллион, 10 миллион табатын боламын 1-2 күнде, понимаете? Поэтому қыздар, шынымды айтсам, проблемадан басын ашамай жүрген адамдарға жақындамаңыздар.
олардың проблемадан басын көтере алмауы, потому что олардың энергетикасы төмен, вибрациялары төмен, понимаете? Ал егер сіздерге бизнес ұсынып отырған адамның өзі оңай ақша тауып жүрген адам болса, оны ұстау керек, понимаете? Алла қаласа, маған әлсіз адамдар келіп жатқан жоқ, барлығы дайын адамдар келіп жатыр. Тағы бір айтайын, өздеріңіз Құдайға запрос жібергенде, сұрағанда дұрыс запрос жіберіңіздер. Маған саналы түрде, шын мәнінде үлкен ақша табам деген, есін тоқтатқан, ақша көрген, деңгей жоғары, сондай бір серьезный адамдар келсін деп Құдайдан запрос жіберіңіздер. Мен, например, мяу деп отырған адамдармен жұмыс істегім келмейді. Оны әлі психологически травмированный адамды лечить етіп, мен двойной жұмыс істегенше, готовый, мен дайынмын деген адаммен жұмыс істегім келеді. Так что дәптер ручканы алыңыздар да, қанша доход тапқыларыңыз келеді, қандай адамдар қалайсыз, прямо жазыңыздар. Поверьте мне, в основном менімен жұмыс істеп жатқан қазір өзімнің психология жағынан клиенттерім ғой, а сіздер уже тазасыздар. Дәптер ручкамен не алып жазсаңыздар да сіздердікі орындалады, потому что мен сіздерді тазалап қойдым. Ал ручкамен, дәптер ручкамен жазған кезде сіз тікелей Құдайдың энергетикасымен байланысасыз. Поэтому қандай адам қалайсыз, ер адамдарды қалайсыз ба, жас жігіттерді қалайсыздар ба, жас қыздарды қалайсыздар ма, өздері қалаларды ашып или басқа мемлекеттерге кетіп, басқа мемлекетті көтеретін лидерлер қалайсыздар ма, аямай жазыңыздар. Потому что ырысқы Құдайдан, ырысқы Алладан, Құдайдан дегенді Құраннан естіп, анадан естіп алғанымызбен ырысқыны шектейміз. Егер өздеріңіз честно сөйлесетін болсаңыздар, ырысқы шынымен Алладан, бірақ сіздер шектейсіздер өздеріңіз. Понимаете? Почему? Потому что өзіңіздің де Алланың да табиғатын білмейсіздер. Ырысқы Алладан күшті, мощно запростарыңызды жазыңыздар. Не қалайсыздар, қандай адамдармен бизнес құрғыларыңыз келеді, лишь бы әйтеуір саны бар сапасы жоқ адамды жаза бергенше запрос жазыңыздар да, өздеріңіз серьезно түсініп алыңыздар да, өздеріңіздің іштеріңізде серьезно түсініп болғанда сіздерге де серьезно адамдар келеді. Мен лишь бы мұны қыртынбай сыртынбай ептеп алдап сұлдап біреуді кіргізгім келмейді. Я не хочу мусор, честно. Я хочу честно, конкретно, серьезно адамдармен жұмыс істегім келеді. И запросым сондай болғандықтан только сондайлар келіп жатыр. Көңіл қойғандарыңызға рахмет. Мен ойлаймын, мен де енді екінші күнмін ғой, бірақ бұрын сетевойда істегендіктен мен уже маркетингті планды түсініп тұрмын да, но в любом случае мен сіздерге қолымнан келгенше пока түсіндірдім. Мен өзіме керек нәрсенің бәрін түсіндім, көп плюстарын алдым. Сіздер де менің ең главный, знаете, не үшін мен успешныймын любой жерде. Мен ешқашан мен ақылдымын, адамдар тупой демеймін. Мен түсінген нәрсені любой адам түсінеді деп ойлаймын. Понимаете? Поэтому мен түсінген нәрсені сіздер де түсінесіздер. Жақсылап, мұқият тыңдап, конспект жасап, өздеріңізге бизнестің плюстарын жазып, вау деңіздер. Тағы бір есімнен шықпай тұрғанда айтайын дегенім, бұрынғы компанияда біз бір адамды жазсақ, екінші адамды жасамай қалсақ, мына доходты жоғалтып алатынбыз. Екінші айда екінші адамды жазсақ, мысалы өмірде бәрі болады ғой, мына доходты да жоғалтып алатынбыз. Потому что мынандай екеуі де болу керек деген талап болатын. Ал бұл компанияда адам жаздың ба, сразу доход аласың. Мына екінші адамды екінші айда жаздың ба, сразу аласың, екеуіне сравнение аласың еще. Понимаете? Енді сөзім жоқ, қыздар, мен вообще 2 күн, бүгін 3-ші күн ұйықтай алмай жүрмін, мотивациядан ұйықтай алмай жүрмін. О, Алла рахмет деп атында. Рахмет, бізге қарағанда Алла жақсы біледі. Өлсемді, тірілсемді сетевойға бармайын деп жүргем. Бірақ Құдай бізге қарағанда жақсы біледі екен. Мынандай сетевойдан только ақымақ қана отказ жасайды деп ойлаймын. Мен білмеймін, честно. Если сіздер менің командама келетін болсаңыздар, онда вам повезло, потому что мен 2 веткамды ураган қылып өсірем. А значит, сіздер істемей кеткен күнде де по-любому 12 миллион алып отырған адам құсап, алып отыратын боласыздар. Көп болса жартыжылда. Егер істемей кетсеңіздер де, нөмір ашып қойып істемей кетсеңіздер де. Бірақ маған тупой адам келмейді, істейсіздер. Тағы айтатыным, бұл бизнесті біз баламызға да көрсеттік. Менің балама көрсеттік. Менің балам, мама, 125 мың түскені шын ба, қолыңызға алдыңыз ба, алсаңызшы көзіңіз сол кезде жетеді дейді да. Мен оны алу керек, өз ақшаң болған екен ойламайсың да ғой, алу керек екен деп та ойламаппын да. Содан сол кезде директор қасымда отырған. Давай алайық деді. Бола ма десем, давай снимать етейік сразу деп. Біз доходты магазиннен барып наличкамен аламыз. Чегімізді көрсетеміз, өзіміздің жаңағы электронды почтамыздағы түскен айлықты көрсетеміз. Сол жерде магазиннен живой ақшаны қолымызға санап береді. Егер магазиннен ұзақта тұратын болсаңыздар, үлкен біз сияқты наставниктеріміз магазиннен алып сізге сразу банкоматта жіберетін болады. Балама ақшаны алғаннан кейін көрсетсем, қаласаңыздар мына жерге бәрін қойып қоям. Не дейді ғой, мама, мен мотивациям вообще бомба отыр, мен де бастағым келіп отыр. Сіздің чегіңізді көріп, реально живой ақшаны алғаныңызды көргеннен кейін мен де бастағым келіп отыр дейді. Ал шын мәнінде мен балама уже нөмір ашып қойдым. Бизнесте бірінші күні 125 мың, берекесімен келсін, шашылып жатыр. 125 мың доход алдым. Бірінші күні бір күнге. Құдай қаласа, ертең тағы доходымды көрсетемін.
айтпақшы, тағы бір маңызды жайтты айтып кетейін. Бұндай бизнеске келгенде көп адамдар, өзіне сенімсіз адамдар адамды шақыруға ұялады. Сондықтан бізде өзіміздің системамыз бар. Адамды шақырудың, адамды іздеудің керегі жоқ. Егер үлкен осындай қомақты ақша тапқыларыңыз келсе, тем более менің командамда, мен өзім крутой психологпын, личный психологтарыңыз болам, және үлкен ақшаға алып шығам. Осы жерде нөмірімді қалдырам, хабарласыңыздар. Адамды шақырудың керегі жоқ. Өзім сондай системаны түсіндірем, қалай істейміз. Көшеме көше, таныспен таныс, туыс, сосед, оларға барып, жалынып, айтып жүрудің керегі жоқ. Тұрақты күшті система бар. Адам шақырудың керегі жоқ, бірақ тез көтерілуге болады. Сіздердің жұмыстарыңыздың 80%-ін өзім істеп берем.